Сендей сыйынудан жазылудың ең жақсы және бірден бір жолын көрді. Біздер қазір білеміз, ауа арқылы ұшып шығатынын және антибиотик арқылы емделетін. 1978 жылы 15% үлкен адамдар өледі деп айтылды, және 10 шақты адамның ауырғанын ақпараттарда айтылып жатырды. Деймен Сэнди балалар үшін қатты қорқты, религия қорқыныш жазылудың жағдайын әлсірететінін айтқан, бірақ ата-анасы қатты қорқып, балаларының көзі аларып, түрі суып кеткен көргеннен кейін бірінші рет больницаға барды. Олар діннің адамдары тек қана бір жерлер сынғанда баратын, олар қатты қорққаннан ғана барды. Ди өзінің наставницасына сыйынып отыра бергеннен ештеңе шықпайды, мен сенбеймін деп айқайлайды. Көмектесе ма саған сенім? Қара, бірақ та Құдай сенің балаңды жақсы көреді дейді. Дидің Құдайға сенгеннен басқа, сыйынғаннан басқа жұмысы қалмай, екеуі сыйынып отырады. Келесі күні балаларының беті бері қарап 2 аптада жазылып шығып кетеді. Осы бала, қазір осыны айтып отырған, осы кітапты жазған Банс, осы бала 1000 рет естідім, және 18 жасқа дейін дәрігерлерге бармадым, дәрілерім менің сенген дінім және религиозный кітаптарым болды.